Bizden başka aylarımız yok. Anam çırağımızlarında күнге алқал болды. Күніге таңда әрең анасы кіріпке келіп еріп, сорамыз ағып, күні түні жылап отырмыз үйімізде. Енді не істейміз? Ұйықтай алмаймыз. Жүрейік десек жүре алмаймыз, қай барарымызды білмейміз. Шыныға келген. Білмейміз қай жерге барарымызды. Жоқ, біз уже шаршадық. Мына өкіметтен де шаршадық, басшылықтан да шаршадық. Ешкімге сенбейміз десеңдер, екі бөлмелі тамы бар. Оны да залогқа қойып отырмыз, машинасында залогқа қойып отырмыз. Шығарып беріңдер, өзіміз емдей. Қазақстанның адамы қайға қашан ол? Ол террорist емес, ол жауыз емес. Ол өртеген жоқ, оның қолында сайман жоқ, мылтық жоқ, оның қолында ештеңе жоқ. Ол қарапайым қазақ, бейбітшілік не істейін деп бүйтіп тұрған кезінде тиген оған ол. Ол ондай жігіт емес. 83 жылғы жігіт қарап тұрсаңыздаршы, қарап тұрсаңыздар. Мына заман, ана жылаған заман болды. Бұл не деген сұмдық, қанша уақыт болды, меген бірінші ақпан, күнде өсерде айғай шу. Қазақ атам анасын жылатпаған еш уақытта. Мынау не деген сұмдық? Не сұмдық мынау? Ана жылатты деген. Олардың анасы билік. Бұл билік қайда қарап отыр? Бұл халық тоқтамайды бала шағасын босатпайынша. Жылатпаңыздар ананы. Ананы жылатқан адамдар оңбайсыңдар. Бәрің анадан шықтыңдар, қалай жүректерің дәті бар. Мені қанша болды? Осыдан жылағаны. Не сұмдық мынау? Күнде 5 адам шыған алда қойып отырсыңдар ғой. Не сұмдық ана жылатты деген? Менің айтар сөзім осы. Мұнда жермен қаншама желтоқсан күрескерлері еріп отыр. 86-та мұндай жағдай болған жоқ бізде. Мынау сұмдық қой. Қазақты азаптап отыр қазір. Азаптап отырған қазақтар қалай қолдарың барады? Қалай қолдар? Ол да біреудің баласы, сіздер де біреудің баласыздар ғой. Не сұмдық ана деген жылатты деген? Айтарға сөзім жоқ менің. Не сұмдық мынау? Деген адамға көмекші. Не енді жылап тұр? Ана жылап тұр ғой енді. Жылап тұр мені. Айтса жер күйеуі. Айтсаң бостандық талап етеміз. Жазықсыздандарға бостандық талап етеміз. Егер ол кісілерді босатпаса, онда бізді бала шағамызбен бәрімізді апарсын да қамасын бізді. Біз кетпейміз ешқайда, бүгін бостандыққа шығармай, осы зданияда қонаймыз болды. Аяға оғал қой мұна қыз. Бір ауызынан айтайықшы. Міне, Ерлан Қарин, Берік Уәли, мені жақсы танисыңдар. Мен мына жерде болдым сол 5-інде. БТР-іңді, бураныңда бәрі өшірден өтті. Сонда ана жазықсыз ана жігітті официант ек құлағына нен таққан сонда атып кетті. Ал енді біз сонда террористпіз бе? Біз қару ұстай аламыз. Егер де балаларымызды өсіп ататын болса, біз атамыз иттің балаларын. Арандатушыларды. Жөнге салыңдар бәрін. Жазықсыздардың бәрін шығарыңдар. Қазірден бастап, міне, Ерлан Қарин, Тоқаев естімесе де Ерлан Қарин, Берік Уәли, сендер білесіңдер. Мұхтар Шахановтың жанында, басқаның жанында біз бірге болғанбыз. Берік Уәли жас кезіңден білесің мені. Жөнге салыңдар бәрін. Міне нағыз ел басын салайды, мұны жүргім. Осы ел басын салайды. Қазағыз елімден шыққан жастар, біз болашағымызды өзгертеміз деп, біз үшін оққа ұшып жатқан жастарды босатуын талап етеміз. Сұрамаймыз да біз талап етеміз, до конца барамыз. Бауырларымызды шығарғанша өз жерден түнейміз, шықпаймыз. Талап етеміз. Біздің келешегімізді өзгертеміз деп шыққан бауырларымыз неге атылу керек? Біздер үшін қорған болатын батырларымыз неге түрмеде қамалу керек? Елім халқым деп шыққан балалар, қалай біз ел боламыз? Айтыңдаршы, осылай біздің жастарды қамай берсе, келешегіміз кім сонда бізді қорғайды? Қазақты қазаққа жау қылған надан халық болдық па сонда? Қалай ол қазақтың кішкентай балдарына дейін біздің қазақ атамайды? Шетелден келген снайперлер атқан, оны біз біліп отырып, халықтың көзі ашық, құлағы естиді. Бәріміз білеміз. Қазақ қашанғы осылай қиналамыз? Айтыңдаршы бауырлар, қашанғы біз көтеріліп халықты біз қолдаймыз? Қашанғы батырларымызды қорлап осылай тоқпен тоғыртып болмаған станцияларды үстіне қорлап жатыр, сындырып тастады талай бауырларымызды. Босатуын талап етем өз басым. Босатыңдар бауырымды. Бәріміз талап етеміз. Босат! Bosat!
қашаннан бері ажып бар. Өңке қалың қалай? Білмей отыр дейсіңдер бәрін. Міне тағы халық жиналды. Өздеріне бәле болып тиетін болмасын қашып отыр. Оқтың іші өздеріне бар тиейін деп тұр оны. Шетпен бәрі кету керек. Қазақтың нағыз тоғын қайраткерлері біз қанша жылдар жүрсек еркін рақышевтың балташев тұрсынбай ағаның оң қолы. Санам. Kelebemler aytarım. İşkimden Çıkaramız değil. Sol үшін қазір мынандай жағдайда шықтырмай мүмкіндік берейік, бірақ өзіміздің бақылауымызда болады. Прокуратураға міне кеше келгеннің арқасы кеше. Марат 4-5 акт болған, сайлаудан кейін болған. Сол жазылыс кеткен, бүгін 5-те босататын болып жатыр. Сол сияқты бәрін босаттырамыз. Басқа қаладағыларды бәрін босаттырамыз. Керек болса тағы келеміз. Бірақ бәрін бақылайды. Енді бәріміз қайтайық, мынандай мүмкіндік келмейік. Жұмыс жасауларына мүмкіндік берейік. Ол тегіне қатысып жүргені. Избивали 10 сотрудников СОПР с автоматами. Подождите, давайте вот это расскажем про задержание. Сейчас, секунду. Чуть-чуть. Шаг назад. Расскажите про задержание. 9 числа вечером в 7 часов пришли сотрудники СОПР с автоматами, методом обмана, зашли домой, перед детьми избивали, уложили отца, надели наручники, даже без носков забрали, даже головам детей вот эти вот автоматы указывали, зачем так, если бы обычно пришли, пройдемте с нами, он бы пошел, зачем вы так вот травму целую для детей, для его жены наносить? На следующий день, утром, в обед, пришли, он уже был весь избитый, вся одежда порвана, весь избитый, руки сломаны, он уже не мог говорить, двигаться сам, полностью избивали. Сейчас вчера жена с ним встретилась, до сих пор его пытают, у него вот эти вот иглы под ноготь суют. Конечно, если при таких обстоятельствах каждый день, уже прошло 3 недели, если будут пытать, какой человек не будет подтверждать то, что они говорят, конечно, он согласится, чтобы его не избивали, чтобы он не умер там в этой... А где он задержан сейчас? Вначале он 12 дней был в ДВД. ДВД не имеют права больше 3 дней держать. Он там был 12 дней, затем его увезли в СИЗО. Сейчас он находится там. Только это знаем. Больше. Үйге қайтып бара жатқанда 4 оқ
менің бауырымның бетіне тиіп, машинадан зорға қашып шыққан, курткасы қанқан, соткысы үйірде, документтерін бәрі қалып кеткен. Сонымен ертесі күні, 6 күні машинам қалып кетті деп барсам, мен сендер атам үйге кет деген жетсіз-кровының алдында. Үйге братишкам қайтып келеді, бүкіл ютубта 14 деген машинаның ішінде оружие, гранат, ана жағы солдаттардың шлемі, защитный анау щиті бәрі сөрде табылды деп, мен братишкам ойына соны іліп отыр. Оружейный магазин тонат деген статьяны іліп қойған. РОВД-ға біз 13 число күні братишкам екеуміз машинаға барамыз. Осылай машина менің осындай улицада жоғалып кетті деп. Жоқ, сөйтіп барғаннан кейін 13 числода менің братишкамды мен өз қолымен ертіп РОВД-ға алып бардым. Алмас пен Вячеслав деген екі сотрудник алып кіріп кетіп, содан бері братишкамды шығармай қойды. ДВД-ға бардық, жауап бермейді. Санжар Тантаков деген следователь вообще бізге көрсетпей 5 сағат далада тұрғызып қойды да, сағат 3-тен кете менің братишкама мойындатып, оружейный магазин тонадым, оружейный ұстадым деген статьямен мен братишкамды Си-18-ге жіберді, статьямен кесіп. Қазір мен братишкамды бір айдан бері не көре алмай жатырмыз, не разрешение бермейді бізге, не адвокатымызды кіргізбейді. Адвокатымыз сағат 20 январда кірген, 12:00-да обед деп қуып шыққан адвокатымызды. Содан бері не адвокатымызға шықпайды, не бізге связьға шықпайды Тартаков деген, не разрешение бермейді. Ол біз сиде ұрып братишкама біраз істеп болған шығар. Может, сол үшін көрсетпей отырғанша біз қайдан білеміз? Менің братишкам тасыған адамдары, менті бар, акиматтың адамы, екі солдаты бар. Есі көріп отырсаңыздар, адамгершіліктеріңіз әлде бойларыңызда бар болған болса, сол менің братишкам арқасында сіздер қазір туған туыстың, әке-шешенің, балаларыңыздың, бауырларыңыз ортасында отырсыздар ғой. Есі жандарыңыз ашасыздар менің братишкама. Келіп, бізге сотта куәгер болыңыздар. Осы бала бізді көмектескен еді. Осылай қырғынның ішінен, осылай қанның ішінен алып шыққан еді деп көмектесіңіздерші. Номерімізді берейік керек болса. 877-638-2261 деген номерға звондап маған. Альбина атым менің. Хабарласыңыздар. Сіздерден соны өтінемін. Қазір қазақтың бүкіл батыр балаларын бәрі сол статьямен, бүкіл неше түрлі статьямен отыр. Жандарыңыз ашыла, биліктегілер. Балаларды шығарыңыздар. Осы Қазақстанның азаматтары, осы Қазақстан қорғайтын батырлары ғой. Кішкене ойланыңыздар бір нәрсестерден бұрын. Азаптап террорист. Азаптап террорист емес, соғып. Давайте определимся в этом вопросе. Доколе может продолжаться такой беспредел в нашей стране? Мы избавились от одного дракона. Кое-как в течение 30 лет этого идиота кормили. Он нажрался, обожрался, набрался. И теперь, значит, бог знает где. Ну, вернее всего, наверное, у Путлера где-то там выдает все своровавшие у нас средства. Теперь пришел вместо него этот так называемый Токаёб. Он решил возглавить наше государство. Он не только там предатель своего хозяина Назарбаева, он предатель и своего народа, он предатель своей страны, он изменник нашей Родины. Его нельзя ни в коем случае о нем хорошее невозможно сказать. Люди думают, что он реформы принесет. Да когда он когда-либо в течение 3 лет он что-нибудь положительное делал для народа? Да нет, никогда. Он и не сделает, и не сможет, и не умеет он это делать. Он только может красиво излагать, но на самом деле ничего он не делает. Теперь, какие кадры ставят? Понятно, что все ученики Назарбаева. Вот привез этого Досаева. Про него народ как говорит? Если хочешь что-то провалить в стране, поручи это Досаеву. Это всем известно. Теперь он пришел здесь обсасывать, обкорнать, обмануть, обсосать всю Алмату. Алмата еще не кончена, надо закончить и довести революцию до того, что всех расстреляли в Алмате, чтобы алматинцы не жили здесь. Это разве справедливо? И потом, все время, значит, через Путина они, значит, намекают на то, что у нас якобы такие, я бы сказал, межнациональные такие разборки могут быть. Нет, ни в коем разе, потому что у нас вообще мы везде, и вот я как один из лидеров значит, движения Казахов-патриоты, казахские национальные патриоты, у нас мы всегда любую вещь начинаем с таких слов. Великий многонациональный казахский народ.
Мы все вместе один народ казахский. Да, по национальной принадлежности мы, может быть, разные, но мы все один народ. И у нас все одни чаяния, одни беды, одни сплошные невзгоды. При таких правителях, которые только и умеют у нас высасывать, обманывать, врать на каждом шагу. И если сейчас два предложения вы слушаете Токаева, из них как минимум одно вранье. Он вообще ничего честно, прямо, искренне не может говорить. Он только врет. Вот его главное кредо в жизни. И таких людей нельзя. Поэтому я прошу, Касым-Жомарт, будь добр, уйди сам. Уйди сам, пока мы тебя на пинках не вынесли. Это во-первых. Во-вторых, ты уже, как говорится, квартирант в Гааге. Давай мы не будем тебя доводить до Гааги. Ты уйди сам, и мы будем тебе благодарны, пока ты еще хуже не разорил нашу страну. А мы знаем, что ты можешь сразу сейчас, если не жопу свою, если не этим, не Путлеру, то завтра отдашь Си Цзиньпину. Ты такой человек, ты больше не способен. Ты предатель своего хозяина, Назарбаев. Ты предатель своей родины. Ты предатель своей земли. Ты предатель всего, что есть у нас в стране. Ты предатель нашего народа. И как мы можем тебя терпеть? Нет, нет, долой отсюда. Уходи отсюда. Токаев. Спасибо. Нурлан Буланбаев, казахский патриот. Каскілерді, шиттарды шашылып жатты. Ол өзінің қауіпсіздігі үшін кейді ол оққа қарып сенетін. Ол департаменттен рұқсат бермегеннен кейін біз бейбіт түрде бардық, сөйлестік. Екеуміз ғана болдық. Ешқандай топ болған жоқ ол жерде. Бізді апарған, алаңнан апарып тастаған бір жолшыбай кісілер болды. Олар апарып тастады да қайтып кетті. И одан кейін олар жауап бермегеннен кейін, шығарамаймыз дегеннен кейін біз Лобачевский 10 ғимаратында орналасқан неге бардық? Абақтыға, әкімшілік абақтысына. И ол жерде де, ешқандай ол жердің де камерасында бәрінде бар. Ешқандай біздің қолымызда қару, не де болған жоқ. Бейбіт түрде қоңырауын басып шақырдық. Кезекшілер шықты, кезекшілеріне бастықтарың бар ма? Бастықтармен сөйлестік. Осындай біз келген себебімізді айттық. Шамалы уақыттан кейін бастығы шықты, шығып бастығымен сөйлестік. Бастығы айтты. Кімдерді шығарайық деді. Қанша адам жатыр? 488-ші баппен дедік. Қоғам белсенділері. Бұл енді шычок 11 адам деді, 11 адамның бәрін шығаруларын сұраймыз дедік. Осындай жағдайды айттық, алаңда белгісіз топтар өрт қойып, лаңкестік ұйымдастырып кетті, біз тоқтатамадық. Бұл биліктің істеп отырғаны, бұл басталған алдын ала жоспарланып істелген осындай іс-әрекеттер. Өйткені 28-ші желтоқсанда Назарбаев пен Тоқаев Санкт-Петербург қаласына барған кезде Назарбаевты алып қалған ол Путин. Ал біздерді белсенділерді қордық қудалау. Уже 2 қаңтардан бастап басталды. 2 қаңтардан бастап ұстайтынын ұстап әкетті, көшеде қалада жүрген жерлерінен барымталап әкетті. Біздерді 3 қаңтар күні Арон Атабектің 40 күндік асынан шыққан кезде собырлар келіп, бірнеше аяқ қолымызды қайырып, іштеңінде сұрақ түсіндірместен барымталап алып кетті. 15 күнге қамап Ол әрқайсысын 15-20 тәуліктен берді. Бұл алдын ала соны істеген не? Өздерінің жанындағыдей лаңкес жоспарлары, лаңкес топтарын беретін. Бұл өйткені алаңда біздер міне қанша жылдан бері үйістіп, міне қазірде мына қалалық прокуратура ғимаратында тұрмыз. Осындай бейбіт түрде біздің қолымызда қару түгіл қағазда ұстап шықпаймыз, плакаттар. Бейбіт түрде өзіміздің халықтың арасындағы мұң зарын жеткізу үшін шығамыз. Оны қанша көріп те, біліп те жүр. Уәли Дарханға келетін болсақ, ол қашаннан бері ол бірлікке, ынтымаққа, тазалыққа, өзімізді патриоттық сезімге айтып, үндеу тастап, неғып жүретін тұғын. Алаңда да ол ешқандай қару қолданған жоқ. Керісінше жаралыларды бірге тасысты, оққа шыққандарды бәрін алаңда тәртіпті сақтауға неге үндеу тастап жүрді. Мен Уәли Дарханға мына тағып отқан айыммен келіспеймін. Өйткені ол бейбіт тұрғын.
біздер бейбітсіз шығатын болсақ, неге біздерді осы күнге дейін сол маған айтады, неге сіз заңсыз істедіңіз ғой дейді. Мен заңсыз істегенде мен барып, сол біз Дархан екеуміз барып ДВ-ді қираттық па, соқтық па, или қару қолдандық па, әлде жүдә болмаса балаға сөздер айттық па, боғау сөздер айттық па, онда ешқандай жоқ. Біз бейбіт түрде барып айтатынымыз өзіміздің өтінішімізді айтып жеткіздік. Лобачевскийге де солай бардық, оның әкімшіліктері де біледі, біз қалай келдік, қалай. Лобачевскийге де барғанда да сол ДВ-ның алдынан бір кісілер апарып тастады бізді Лобачевскийге. Олар ешқандай да, олар танымаймын да, білмеймін да, бұрын соңды бұндай митингтерде, неде іс-шараларда көрмеген кісілер, қарапайым халықтар өйткені түсінігімен, өзінің түсінігімен, несімен жеткізіп тастады біздерді. Ешқандай жол ақысында ештеңесінде сұрамай. Талап ететіні мынау барлық жазықсыз жатқан 20 мың террорист дейді. 20 мың террористі, нақты 20 мың террорист сол шеттен кірген, аэропорттан кірген деді. Аэропорттан кірді, қайтып шығарып жере саламыз онда. Соларды қудаласын. Қарапайым қазаққа, бейбіт түрде шыққан халыққа қудалау тоқтатсын. Міне мен талабым айтып жеткіземін. Камерасы болу. Уәлиев Дарханға бостандық талап етемін. Бостандық талап етеміз. Белсенділігі мен қолдаймын. 4 күні митинг болды, мирный. Міне қасымызда белсенді қызымыз тұр. 5 күні мирный митинг болды. Бұл кісілер 5 күні барып Лобачевскийға, Масанчиге бір кісілердің машинасымен шығарып алған рас. Ол кезде менде болған. 5 күні мынау үстіне кіретін бронежилет дейді, бас киім дейді, оның бәр жерде жатқан, өздері қашып кеткен. Біз мысалға 4 күні түнмен күнмен жүрдік, 5 күні түнмен күнмен жүрдік. Сол кезде өздері жағы мынау халыққа өздері жағы уландырған зат лақтырды, содан кейін мынау газовый. Біз өзіміз ауырып қалдық. 6 күні біз құладық, ауырып жаттық. Адамдарға өздері оқ ата бастады. Сол кезде бір халықтың қолда бір таяқ тұрмақ, кішкентай тасты көрген жоқпыз. Сол жерде белсенділер және басқа халық болса бір-бірін жұбатып жүрді. Арақ ішпеңдер, арақ ішпей, анан шақпаңдар, мынан шақпаңдар деп бір-біріне сөйтіп айтып жүрді. Бір адам деген бір адам жаман нәрсе істеген жоқ 4-5 күні. Сонда мына ұсталған адамдардың бәрі күнәлі ма? Бұлардың барлығын апарып бостан-босқа жауып жатыр. Босатылу керек. Қазіргі мына қамалған адамдардың бәрі босату керек. Өздері террорист. Мына террорист тастады халықты. Бұл жерде заңсыз нәрселер өте көп. Мысалға заңсыз өзіміздің ата-сабамызға қарсы шығып, аяқтармен таптап, баптап жатқан адамдарға қалай сенеміз? Мынау сұмдық қой, өз халқына оқ атып, өз халқын аяғымен таптап, ұрып, соғып деген сұмдық, уландырды деген сұмдық шы. Қылмыскер жасамайды. Қалай қылмыскер жасайды? Бәрін қолдан жасамаған. Мынау жап-жас балаларымыздың болашақ, қаяқтағы болашақ қылмыскер жасап жатса, 30 жыл алдады, ұрлады, тонады, мынау Назарбаевтың жүйесі шы. Енді деген біз мирный митингке халық өзінің жаңа ойындағын жаңа айтайын десе, бұлар бәрі қашып кетті. Біз требовать еттік, біз айттық. Кім келеді? Халықтың әкімі келсін, оның көмекшісі келсін. Бір адам жауап берсін деп біз шықтық. 2 күн тұрдық мысалға шы. Кім жауап берді? Кім шықты? Барлығы вертолеттарына, самолеттарына отырып та қашып кетті. Халықты керек қылған жоқ. Неге қашып кетті бұлардың бәрі? Себебі ұрлықшы тонады. Халыққа айтатын бір сөзі дұрыс емес. Ұрынның түбі қуыс дейді ғой, не деп айтады? Сонда келіп бір адам, осы Алматының бір әкім болсын, көмекшісі болып айтатын болса, сол жердегі қанша баламыз өлмес еді, қамалмас еді. Енді 20 мың террористің орнын толтыру үшін бүкіл халықты, балаларды көрген жерден жұмысқа барса да, келе жатса да, нанға барса да, дәріге бара жатса да ұстап алады, бостан-босқа. Ұстап алады да, гостиница жатса да, ұшайын деп тұрған адамдардың бәрін ұстап, бәрін ойына келген істеп жатыр. Мысалға деген Дәурен Достояровты айтайық. Дәурен Достояров 4 күні қамалды ғой деймін. Айға шу болмай тұрған кезде қамалды. Дәурен Достояров 4 күні күндіз қамалды. Сонда апарып, міне қазір қанша азаптаған. Қолдың астына деген инелер тыққан, ана тоқтарын тыққан, ұрған, соққан, тұншықтырған, балғаларының қолдарын ұрған. Оның іш құрылыстарының бәрі бүлінген. Барлық балаларды өстіп азаптап жатыр. Не деген сұмдық бұл? Не деген сұмдық? Сондықтан тоқтатылу керек. Мынау заңсыз нәрсе. Біз қолдаймыз халықты. Тоқтатылсын, мынау сұмдық. Әлі де өзгеріп жатқан жоқ ештеңе. Тағы мен бірдеңе қоса кетейін. Бұл жерде мынау бәріне не қыламаймын, нағыз, нақты, дәлелі, айғағы болып тұрып, кінәлілер болса біз оларды ақтап атқан жоқпыз. Кінәлісіз жандар көп, жаңағы мына кісі айтып кеткендей
аурухана, дәріханаға шыққаны бар, нанға шыққаны бар, өзінің жеке ауласындағы шаруасымен шыққандары бар. Солардың бәрін жаппай қудалауға алып жатыр. Қудалау тоқтатылсын. Мына оққа ұшқан жарадар болған кісілерді оларды да қудалау жәбірленуші ретінде қарасын. Оларға ем домын қосылдасын. Содан кейін де жүреді мына билік.